қалай? Күшті ма? Күшті көңіл-күйінде болса, ол үшін біздің сабақты бастауға ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Сабақты бастамастан бұрын сендердің мен үшін қандай маңызды екендеріңді және сендермен мақтаныштарыңды айта кеткім келіп отыр. Және де сендерді өте жақсы көріп білесіңдер, сол үшін сендердің қандай екендеріңді бүгін тәртіппенен көңіл сыйлауым келіп отыр. Қазір сендерге әрқайсыңа сағатты таратамыз, сендер соны дауыстап отыр болыңдаршы, сендердің мен үшін қандай оқшы екендіктеріңді бастаймыз. Мегасыл, сенде қандай түсті? Сен байсалды жақсың, келсексіңдер ма? Мегасыл байсалды жақсың. Тамаша, мен үшін жомартжан. Сен тапқырсың. Тапқыры оқушы мен. Сен кереметсің. Кереметжан. Сен ең көрген білесің. Тамаша. Сен ақылдысың. Ең ақылдымыз. Тамаша. Сен үшті ойлайсың. Сен әдемісің. Келсесіңдер ма? Тамаша. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырмас бұрын бізде үй тапсырмасы болған, я? Мен көршіме сенемін әдісі арқылы көршімізге дәптерді ауыстырайық. Қазір мен сендерге үй тапсырмасын көрсетемін тақтадан. Соның жауабын тексеріп алыңдаршы. Тапсырманы тексереміз. Егер дұрыс болатын болса, қасына плюс таңбасын қойып кетейік. Дәптер жинағында маған тиімді болу үшін. Тексердік па? Тақтада жауабы бар болады. Тексердік па? Қате бар ма екен үй жұмысында? Барлығымызда дұрыс па? Тамаша, жарайсыңдар. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақ бізде яғни бұған дейін өткен арифметикалық және геометриялық прогрессияларға бүгін есеп шығарамыз. Яғни қорытындылаймыз. Осы қорытындылау сабақтан кейін алда БЖБ-мыз бар, сол БЖБ-ны сәтті тапсырады деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық және геометриялық прогрессиялар тақырыбын әрмен қарай жалғастырамыз. Онан кейін бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты 9.2.7 арифметикалық және геометриялық прогрессияларға байланысты есептер шығару. Сабағымыздың мақсаты арифметикалық және геометриялық прогрессия формулаларын пайдаланып әртүрлі және аралас есептерді шығару дағдысын жетілдіреміз. Сонымен қатар стандартты емес есептер шығару арқылы математикадан білімімізді тереңдетеміз. Түсінікті ма? Енді алдарында бағалау критерийін қойдым. Байқап отырмыз ба? Бағалау критерийін қараңдар. Бағалау критерийін мен қазір сендерге таныстырамын, сендер өздерің оқи отырыңдар. Яғни бүгінгі сабақта сендер есептер шығару барысында арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің және алғашқы n мүшесінің қосындысының формулаларын қолданамыз. Яғни бүгінгі барлық есептер барысында. Сонымен қатар есептер шығару барысында геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын қолданамыз. Яғни арифметикалық геометриялық прогрессиялардың жалпы өтілген формулалар. Түсінікті ма бағалау критерийі? Яғни сабақ барысындағы барлық есептерді шығару барысында осы бағалау критерийлерге сай жұмыс жасап жатырмыз ба, өздеріңе түртіп отырасыңдар. Келістік па? Түсінікті ғой, ал енді өткен тақырыпты қайталау мақсатында сендерге мынадай сәйкестендіру ұсынғым келіп отыр. Яғни Learning платформасы бойынша бұл жерде сендерге арифметикалық және геометриялық прогрессиялар берілген, формулалары берілген, сәйкесінше бір-бірлеріне сәйкестендіруіміз қажет. Тапсырманы түсінікті ма? Яғни өткен сабағымызды қайталау үшін. Кім шығады? Мен жүр. Айна кім шығады? Геометриялық прогрессияның құрайтын формуласы. Тізбек.
яғни қайсы геометриялық прогрессияны құрайды? Ұзындықтың формуласы. Көк пен сарыны бір-біріне сәйкестендірулерін керек қой. Формуласы, яғни қайсысы? Мысалы, мына жерде көмсен. Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшелерінің қосындысының формуласы ол Sn тең. Келесі. Апай мен. Келесі. Арифметикалық прогресстің бірінші және екінші мүшесі 2 тең, ал 13 мүшесі 92 тең болса, айырмасы оның 10-ға тең болды ма? Келесі. Тапқым шығады. Жылдам бала уақыт жолатпай, келе отырған. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындылары формуласы. Яғни мына жоғарыдан келесі. Кім шығады? Жылдам есептеп жіберіңіз. Келе ғой. Бұлдар. Мына жерде біреусімен қате басып жүрдім, балалар. Қалғанын дұрыстап айтты. 4, 8, 16 тізбегінің 6-шы мүшесі 128. Келесі. Кел. Жылдам. Ерасыл жіберейік. Геометриялық прогрессияның 5-ші мүшесімен 6-шы тең, ал 7-ші мүшесінің 54-ке еселігі 3. Еселігі 3 болды ма? Отыра ғой. Тағда. Апай мен шығайын. Келе ғой. Арифметикалық прогрессияның құрайды 360. Тамаша. Тағы кім шығады? Мына есеп. Бекасыл. Шықты ма жауап? Есепте болды? Рахат. Геометриялық прогрессияның құрайды ол 6, 36. Иә, ол мынау тұғын, біз оны мынаумен біріктіріп жібердік. Сондықтан бұл жауапты дұрыс деп қабылдаймын. Келесі. Апай мен жай. Келе ғой. Және соңғысы қалды, иә? Яғни А1 10-ға тең болса, Д минус 6-ға тең болатын болса, прогрессияның 6-шы мүшесі минус 20. Отырады. Бір тексеріп жүрейік, бізде қате шығады, себебі мына жерде біз не істедік? Ана тізбекпенен формуланың орнын жабыстырып жібердім. Қателік менен кетті. Формуларды еске түсірдік па? Тамаша. Енді топтық жұмыс ұйымдастырайық. Қазір сендерді мына программа бойынша 2 топқа бөлім деп отыр. Бірінші топқа, яғни мұнда арифметикалық прогрессия тобына Динара, Ержігіт, Ұлдана, Назгүл, Толғанай, Арайлым, Ерсұлтан. Арғы геометриялық прогрессия тобына Бекасыл, Бекжан, Есенқұл, Рахат, Шыңғыс, Жақсы, Ерасыл, Аяна. Жылдам. Бірінші топ, сендер арифметикалық прогрессия боласыңдар, сендер геометриялық прогрессия. Енді топтық жұмыстың тапсырмасы мынадай. Әр топқа 6 есептен беріледі. 6 есепті топтаса отырып шығарасыңдар. Және шығарып болғаннан кейін жауаптары мұнда пирамиданың бөлшектерінде тұр. Әрбір жауапты сәйкестендіре отырып, мына стакандардан пирамида құрастырасыздар. Тапсырма түсінікті ма? Ал бастаймыз. Екінші топ сендерде де дәл солай.
6 есептің шығарғаннан кейін жауаптарын пирамиданың бөлшектері арқылы құрайсыңдар. Дәптерге орындаймыз балалар. Топтық жұмысты дәптерге орындаймыз. Дәптерге шығарамыз. Дәптерге шығарып аламыз. Жұмыс дәптерімізге шығарамыз. Сонан кейін барып кіріктіреміз. Бөлісіп алсаңдар да болады. Бөлісіп алсаңдар да болады. Сұрақ көмектесеміз керек. Қарақтың астындағы неге дәптерге жазғанда білген жауабын орындаймыз. Біреуін бөлісіп алсаңдар болады. 6 есепті сөйтіп біреуін пирамиданы құрай берсеңдер болады. Кестік па? 10 минут уақыт беріледі, черновикпен дәптермен жұмыс. Дәптерге барлығын жазып аламыз. Сосын барып жауапқа сәйкес пирамида құрамыз қыздар. Оны бірінші реттілігі бойынша құрып алып, сосын есептердің жауабы сәйкес келмей жатпасын. Есепті шығарып аламыз. 6 болмаса 6 есепті бөліп алсаңдар да болады. Солай жауаптарыңды біріктіре саласыңдар. Калькулятор қолдансақ болады. Жауаптар шықса, пирамиданы құрып, аяқтайық жұмысында. Пирамиданы құрғаннан кейін барып аяқтаймыз балалар. Ақма, жауаптарын нақтылаңдардан жұмысты жинақтаңдар. Төртеуін жауап шықпай ма? Төртеуін мына жерге қоя берсеңдерші. Біреу қоя беріңдер. Пирамидаға қоямыз. Тез. Біріншісінің жауабы неше шықты? Келесі. Және үшіншісінің жауабы 17 деген. Енді келесісі үстіне қарай жылдамдатамыз. Тамаша. Жауап шықма бабында. Геометриялық прогрессия тобында жауап бар. Пирамидалар құрылды. Тамаша. Сендер неше? Жылдамдатамыз. Жарайсыңдар, геометриялық прогрессия тобы. Бәрекелді. Жарайсыңдар. Қазір жауабын бірге тақтадан танысамыз. Жауап бар ма? Тамаша. Арифметикалық прогрессия тобы. Бәрекелді. Жарайсыңдар. Қазір жауапты тақтадан тексеріп алайық. Я? Тақтадағы жауапты тексеріңдер пирамидаларыңменен. Дұрыс жауап шықты ма? Осындай жауаптар болды ма? Пирамидаларды қараңдар. Бірінші, екінші, яғни үшіншісі астыңғы қабатта осы мәндер, және төртінші, бесінші, екінші қабат, соңғысында жоғарғы қабат. Алтыншысы мынау. Алтыншысы, иә.
Одан кейін бесіншісі 3,1. Аха. 3'ten 1. 3'ten 1 және де Сол жоғарғысы 4. Сендерге де дәл солай шықты ма? Тамаша. Онда ше келесі жұмысқа көшеміз. Дәптерге түсті ма есебіміз? Келесі жұптық жұмыс. Так, мұнда көрсетілген жұп бойынша жұпта сағалында жылдам. Тез. Динара мен Бегасы ержігіз Бегдан жылдана етеу керасы Назгүл Рахат болғанай шыңғыс арайлым жасыл ерасы екеуі Ерсұлтанмен арайна. Топтасып па? Bir ornuna mı yapıyorsun? Begасы сен де бір жылдам. Берілгені қолмен жазамыз. Жұптардың нөмірін көрсетіп қойыңдар. Бегасы Динара сендерде мына жерде математикалық яғни жуық орындарға сан керекті тізбектер жазасыңдар. Жоқ, астына жазсаңдар. Онан кейін бірден оқысаңдар болады. Дәптерге бірден түсіре береміз, балалар. Жұптардың жұптаса отырып шығарамыз. Есептердің жауабы шықса, жұмысты аяқтайды. Бір есептен біткен оқушылар бар ма? Біткен жұптар. Kan cevaplarını size okuyabilirim de kalmamız есебі аяқталады. 7 жұпқа математикалық диктант берілген. Біріншісінде екінші мүшесіне бастап әрбір мүшесі алдыңғы мүшесіне қандай да бір тұрақты санды қосқанда шығатын сандар тізбегін атаңдар. Қандай сөз? Арифметикалық прогрессия. Тамаша, жарайсыңдар. Екіншісінде геометриялық прогрессия. Және үшіншісінде не болады? Арифметикалық прогрессияның айырымы қосылатын кез келген көршілес екі мүшесінің айырымын мәлім етеді. Бұл не? Тұрақты сан. Және соңғысы геометриялық прогрессияның еселігі келесі мүшесін алу үшін алдыңғы мүшесіне не істейміз? Көбейтілген, яғни көбейтілген сан, иә, бұл еселік дегеніміз. Тамаша, орталық. Қалған жұптар, жауабыңыз бар ма? Жауабымызды болса ручкамызды қоямыз және тақтаменен тексеріп алайық. Жауаптарыңды тексеріңдер, кімде дұрыс жауап, кімде қате жауап, соны маған ескертсеңдер. Төртінші жұп. Бесінші жұп. Жауабымыз дұрыс па? Бесінші жұп сендерде 160 жыл керек. Тамаша, дұрыс. Келесі. Кім бізде? Төртінші жұп. Төртінші жұп сендерде жауап 6 жыл керек. Бұл үшіміз 6-ға. Тамаша, сендердікі? Үшінші жұп? 2-ге тең дұрыс. Тамаша, жарайсыңдар? Тамаша. Келесі. Сендерде? Бірінші жұп қанша шықты? 102 шықты. Тамаша. 155.
Сенде 0,5-ке. 0,5-ке. Тамаша, керемет жұмыс болды. Жарайсыңдар. Енді білесіңдер, біз биыл 9 сынып болғаннан кейін ББЖ бар бізде және пиза тапсырмалары бар екенін білеміз, иә? Әрбір сабақта қолданатынымыздай пиза тапсырмаларына екі есеп бүгінгі тақырыпқа сәйкес алып келдім. Қазір сол есепті шығарайық. Мына екі есеп ойланамыз, тақтаға көрсетейік бұл есептен, иә? Бірінші есепте айтқан бөренелерді орман базасында сақтау үшін төменде көрсетілген суреттегідей жинап қояды. Егер бір жинағының астыңғы қатарында 12 бөрене болса, онда жалпы жинақталған бөрененің саны нешеу? Таныс қоя? Яғни бөренені жинау үшін бізге жалпы қанша жинақталған бөрененің саны сұралып отыр. Және екінші сұрақ, бұл биологиямен қатысы бар. Бізде бір бактерия өзіне қолайлы ортада әрбір жарты сағатта 2-ге бөлінеді екен. Bir bakteriyadan 10 сағаттан кейін қанша бактерия пайда болады дейді. Бұның барлығына қандай формулалар қолдансақ болады? Біздің тақырыбымызға сәйкес келеді деп ойлайсыңдар ма? Мысалы, бактериялардың бөлінуі. Бұл бізге қай прогрессияға келеді? Геометриялық прогрессияға. Ал бөренелердің орналасуы арифметикалық прогрессияға. Ал енді кім тақтаға көрсете алады бізге? Екеуін екі жақтан бөліп алыңдар да, есепке толғанай сен өзің тобының арифметикалық прогрессиясына шығады. Арғы тақтадан бастады. Қалғанымыз бірге жазып отырайын, ә? Бірге жазып отырайын. Яғни қалай шығарар едіңдер? Бірден шешуін жазуға болады. Иә. Менде бөренелердің ең астында 12 бөрене тұрады, ең астында жағында. Оның үстінде 11 бөрене, ең үстінде 1 бөрене болады. Сонда 12 бөренені сені қалай белгілейсің? Прогрессия басталатын болсақ? Бірінші мүшел ғой, яғни A1 деп белгілеп ала ғой. A1 тең 12. Екінші қатарда қанша болады дедің? Екінші қатарда 11. Яғни ол A2 болады ма? Аха. Келісесің ма? Жаза ғой, A2. Бізде жарты сағатта болатын болса, ол 2-ге бөлінеді, яғни 1 сағат болу үшін бізге тағы да жарты сағат керек, яғни 1 сағатта 2-ге бөлінеді. Сонда 1 сағатта 2-ге бөлінеді. Соны жаза ғой. Және соңғысында сен ешқар 1 деді, яғни тамаша, айын тең 1 деді. Енді бізге не тап деп тұр? Біз енді 12 бөрене болса, жалпы жинақталған бөрене саны неше дейді? Яғни SN формуласына SN формуласына салып шығарады. 10 сағатта қанша болады? Толғанай 1 сағатта 2-ге бөлінсе? 10 сағатта 20-ға бөлінеді. Тамаша, жаз. 10 сағатта 20-ға бөлінеді. Жазып отырмыз ба балалар? Иә. Ары қарай 10 сағатта 20-ға бөлінеді. Демек? Біз бұл жерде B21 табамыз. Себеп не үшін? Себебі? Формула саламыз. Формула саламыз, яғни бастапқы 1 сағат бар, одан кейін 20 сағат. Кеттік. B21. Жоқ, формула шатасып жатқан секілдесің. Емес, B21 формуласы қалай болады? Кім көмектеседі? B21 формуласы. B21 көбейтілген B20 көбейтілген Q төбесінде N бөлінген 1 дәреже. N минус 1 дәреже деп жазамыз. B21 тең B1 ғой, бірінші мүшесі. B1-міз не бұл жерде? B1 неге тең? 20-ға тең ба? Неге тең? Мен есеп таймын. 78 бөрене. Тамаша, жарайсың, отыра ғой. Яғни 12 бөренеден реттілікпен орналастыру үшін барлығы жалпы қанша бөрене кетеді екен? 78 бөрене. Жазып аламыз. Қуымыз біздің 2-ге бөлінетін болса, демек қуымыз 2-ге тең ғой. 2-ның жазамыз. 2-ның көбейту 20 дәрежесі дұрыс. Себебі 21-ден 1-ді алып жатырмыз. Тең. B1-міз не еді? Әңгіме есеп не туралы бірінші? Бактерия туралы.
яғни қанша бактерия туралы болды? 10 сағатта қанша бактерия? 20 бактерия. 20-ға бөлінеді. Демек бір бактерия емес пе бастапқы бактериямыз. Соны жаз. Так, қалғанымыз жазып орындап қоямыз. Соткамызды аламыз. Соткамызды алып, қазір мен сендерге тесттің ссылкасын жіберемін, соған бастап кіре беремін. Тестке кіреміз. Тестке кіреміз. Сотканы аштық па барлығымыз? Группаға ссылкасын тастадым, жазыңдар. 1 көбейтілген 2-нің 20 дәрежесі. 2-нің 20 дәрежесін калькуляторға жылдам салып жүр. Немесе көмектесіп жіберейікші 2-нің 20 дәрежесін калькуляторға алып. Тез. Қанша болады? 1.048.576 бактерия бөлінішті екен. Енді қазір сотканы аламыздағыны тестке кіреміз. Тесттен яғни қазір неше балл жинайсыңдар? Шын сайдай. Сол балды бүгінгі бағалау жүйесімен өрттеледі. Тестте кейбір формулалар жазылмай қалған программалар, сондықтан алдарында парақтар бойынша белгілесіңдер болады. Бірақ міндетті түрде соткаға белгілейсіздер, аттарыңды жазыңдар соткадағы приложениеге. Ашты ма? Атыңыз жазып па? Бастайбеңдер. Мен жаңағы виза тапсырмаларын шығарған оқушыларға осындай бағалау айтқым келеді, яғни неткен ұшқыр ой, керемет жұмыс болды. Ал жеке тапсырманы орындай береміз. Атыңызды жазып белгілейміз міндетті түрде, мақұл ма? Көмек керек па? Ашылды ма? Ашылды. Бекасы ашылды па? Берекелі. Атын жазыңдар Бекасы. Соңында отправить батырмасын басыңдар. Сендерде 7-ші есепте және 8-ші есепте формулалары дұрыс басылмай қалған. Себебі программада формула басылмайды. Сол себепті парақтағы берілген бойынша белгілей береді. Бірақ вариант тура сол. Белгілейміз, барлығымыз белгілейміз. Тест аяқтағандарымыз неше балл жинағанымызды айтып шығамыз. Және менде қазір бұның қорытындысы шығуы қажет. Шыңғыс белгілеп атырмыз ба? Барлығы 10 сұрақ. Демек сол 10 сұрақтан алған бағалаулар бойынша бүгінгі нормативті бағалау қойылады.
Mınağı сұрақ болды. Қайсысына қыздырады? Біріншісі болады, иә? Екінші мына сұрағымыз. Бұл не екен болады? Әрбір сұрақтан кейін дәлелді басып отырамыз, мақұл ма? Жылдам жылдай қалады. Жылдам қалады. Әлі 10 сұрақтарыңыз болып отырмыз. Сонымен толғанайда 9 балл. Арайлым, әлі жасап атыңыз ба? Рахат қайтып біттік ба? Рахат 10 балдың 7-еуі, тамаша. Бекжан 10 балдың 6-ауы дейді. Әлі белгілеп атсың ба? Жоқ, мен әлі белгілеп атым. Аяқтаймыз. Бегасыл сенше біттің ба? 10 балдың, Бегасылда 10 балдың 8-і жарайсың. Ұлдана 10 балдың 9-і, тамаша. Ерсұлтан 10 балдың 6-ауы дейді. Әлі орындап атсың ба? Ерасыл, Есенқұл Ерасыл біттік ба? 8 балл, тамаша. Рахат 7 балл, жарайсың. Назгүл 3 балл алыпсың. Неге? Соңына дейін аяқтамадың ба? Толық есепті қарастырмағансың ғой. Келесі сабақ тағы есептерді белсенді шығар, онан кейін қосымша бағалау жүргізеді. Жарай ма? Назгүл? Ержігіт 10 балдың 6-ауы. Жарайсыңдар. Екінші топ жылдамырақ аяқтаймыз. Үйге тапсырма ретінде аласыңдар 459-шы есепті белгілеп қойыңдар. Және бірінші топ сендер әзірге екінші топ жүткенше бүгінгі күнге алдарындағы стикерге рефлексия жассаңдар. То есть маған кері байланыс. Тамаша. Сендермен мақтан етем, бүгінгі жұмыстарым керемет. Стикерді аламыз. Ондан тамаша қазір намдағы жерден көрем. Үй жұмысын белгілеп алыңдар. Бүгінгі сабақта тапсырманы қалай түсіндік? Шара аламыз ба алдағы уақытта? Бір-екі не жазамыздағы тақтаға ілеміз балалар. Тұтқыш қоя. Кері байланыс жазды. Ерасыл, Арайлым, жылдан тұрмаңыз, сіңдер ғана қалдыңдар. Жай тартып жатыр ма? Әзірге кері байланыс жаза беріңдер. Келемізді тақтаға ілеміз балалар. Үй жұмысын белгілеп алыңдар. 459-шы есепті. Мұнда кім тағы бізде?
6-шы, 8-ші, 9-ші сұрақтармен жұмыс жасаңдар. 59% сол тапсырмалардан көрсетіпсіңдер. Ең төмен тапсырма. 6-шы сұрақты оқыңдар. A2, A9 тең 20-ға арифметикалық прогрессияның A5-ші тең 9-ға тең болса, алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз. Кім көрсетеді? Неге қате? Бұл есеп. Шабырлығын көрсетіңдер. Кімде шықты бұл 6-шы есеп? Қандай жауапты белгілендер 6-шы есепке? Жүзді. Неге осы төмен пайыз көрсетіп жүр? Және 9-шы есеп. 9-шы есепте формулаға қара дедім ғой сендерге. Формуланы мұндағы берілгеннен қарамағансыздардан сол жерден кетті деп ойлаймын. Так, берілгендерін жазып қойсақ, үй тапсырмасын қараңдар. Үйге тапсырма 459-шы бет, 459-шы есеп, 132-ші бет дедім. Оқулықтарынан ашыңдардағыны белгілеп қойыңдар күнделіктеріне. Так, бүгінгі жұмысымыз сонымен. Тесттегі қате кеткен есептерімізді шығарайық. Жарай ма? Әлі бізде уақыт жеткілікті екен. Ертерек. Так, бізде қазір есеп, 3-ші есебіміз бар. 3-ші, 4-ші есепті тақтада көрсетейікші. Арифметикалық прогрессия тобынан бір оқушы 3-ші есепке и геометриялық прогрессия тобынан бір оқушы 4-ші есепке. Келікші тақтаға. Кім келеді? Бірінші топ. Қай есеп оқиды? 3-ші есеп. Және 4-ші есеп. Бекжан, кел. Мама, сенің тестіңде алтақ сұрақ болады. Осыны жүр бізге есеп. Және арғы топтан рахат. Қарақтағы берілгендерін алып алыңдар. Тақтан үшірімізді отырып жасамыз. 3-ші және 4-ші есеп. Дәптерге түсіріп алайық. Дәптерге түсіріп алайық біздер. Мен 4-ші есепті аламын. Берілген қысқаша жазайық. Берілгендерін жазыңдар, қысқаша не табу керек, соны жазайық. Рахаттың есебінде не берілген бізде? Рахаттың есебінде арифметикалық прогрессия. Алғашқы 5 мүшесін табыңдар дейді. А1 берілген, Д берілген, алғашқы 5 мүшесін табыңдар болса, тізбек жазуымыз керек. Ал Бекжан есебінде не берілген? Бекжанның есебінде геометриялық прогрессияның оның алғашқы 7 мүшесі. Яғни S7-ні табуымыз керек қой. Рахаттың есебінде варианттарды қараңдар, варианттардан ақ бірден табуға болады. Себебі шатыспай табуға болады. Себебі А1-ымыз екілеген. А1-іміз екілеген. Тізбек жазып шыға ғой рахат. Бірінші тізбектегі сан 2 болатын болса, 1 минус Q-дің 7 дейміз. Енді сенде шабышы неже? Q-ды V4 арқылы жазып аламыз. Яғни V4-тің формуласына саламыз. V4-тің қай вариант бұл бізде? А вариант. V4. V1 қосылған, көбейтілген. Q-дің қанша дәрежесі болады? 4-тен 1-ді азайтсаң қанша болады? 3 дәрежесі. Ары қарай Q-дің 3 дәрежесін табу үшін не істейсің? Q-дің 3 дәрежесін табу үшін V4-ті V1-ге не істейсің? Бөліп жүреміз. Жаңағы Q-дің 3 дәрежесі тең V4 бөлінген V1. Дәптерімізге жазып қояйық қысайсың. Тең. Мәндері қоя ғой. V4-іміз нешеге тең еді? 8-ге. V1-іміз минус 4-ге. Сонда минус 2. Енді формула Есепте басқа. Q берілген екен ғой, сен қай есепті жазып тұрсың? мен 5-ші есепті жазып Мына жерде Q
V1'imiz minus 4. Birden azaytamiz endi. Minus 4 ko'paytamiz. 3'ning 7 darajasini hisoblayveramiz. 3'ning 7 darajasi. 3'ning 7 darajasini hisoblaymiz. 3'ning kvadrati. 3'ning kvadrati qancha bo'ladi? 9 ko'paytamiz. 2187 darajasi artı 2187 odan 1 alsang 2186 minus bilan chiqqanda na minusni ala salsak bo'ladi ya. Aslında bölümleniş şart minus. Al 2186 ni 2 ga ko'paytsam teng. Minus 4372. 4372. Bu qay variant? Qay variant? A varianti deydi. Barlig'ingizda sonday chiqdimi? A varianti. Tamosha o'tira ol. Jazolamiz. Endi mana bunday so'rovga javob beringlar. Bugungi barliq to'pliq, juftiq, jeki жұмыстардың barlig'ida qo'llanilgan formulalar qanday formulalar? Арифметикалық прогрессияның нақты қай формулалары болады? N'нің формуласы онан кейін алғашқы N мүшесінің мүшесінің қосындысы. Онан кейін тағы қандай есептер болды бізде? Жұптық тапсырмада. Q'ді табуымыз керек болды. Bu дегеніміз не бұл жерде? Bu дегеніміз не? Bu дегеніміз не? Еселігі. Ал D деген